1974 жылы ақан серінің басына барып, тәу етіп қайтқан Шәмшіге, бөрінің аузы жесе де қан, жемесе де қан дегендей, оны түрткілеушілер бәрібір сыртынан ғайбаттауларын қоймайды. Дипломы жоқ болғандықтан, оны ешқайда, еш жерге жұмыс қалмайды. Жазған әндері қаншама жақсы болғанымен, оларға да мән тағып, маңайлатпай қояды. Тұрмысы да ауырлап кетеді. Жаны нәзік сезімтал адамға нақақтан нақақ сөз ести беру оңай ма? Шәмшінің жүрегі кеселге ұшырайды. Оның үстіне бұл өмірде жөнді жар құшпаған ол Алматыдан мүлдем жериді. Енді не істеу керек? Қонақ бір қонса құт, екі қонса жұт дегендей, туған жері Шымкент жағына бара-бара оларды да ығыра қылдым да деп күдіктенген Шәмші, іштей аласырып, абдырап жүрген шағында Жамбыл обкомының бірінші хатшысы Бектұрғанов Хасен жолға кетеді. О, Шәмші, қалың қалай дейді ол. Бірде олай, бірде былай. О, мынаның шалдар айтатын сөз ғой. Саған не болды, Шәмші? Бұлақ басында отырып шөлдегенді жетегінде атты болса да, жаяу жүргендерді көрмеп пе едіңіз, Хасен аға? Ой, сенің мына сөзіңнен ән емес қасірет еседі ғой. Отыр мына машинаға, кеттік Жамбылға. Әңгімені сол жақта жалғастырайық. Өмірдің даңғыл жолының кенет жалт бұрылуы оп-оңай. Шәмшінің тағдыры да солай болады. Жасы 43-ке келген Шәмші үш ұйықтаса да түсіне кірмеген ежелгі тараздан осылайша бірақ шығады. Сенің неден жүдеп жүргеніңді айтпасаң да сеземін. Осы облыстың қаласына ба, даласынан ба, әйтеуір қалаған жеріңді таңдап ал. Мына Тойғынбек Темірбеков ауылдасың, бізде екінші хатшы. Сенің үй жай салып алуыңа екеулеп жәрдемдесеміз дейді Хасен аға. Олай болса құлдық, мен ендеше Жамбылдың түбіндегі Октябрь деген дүнгендердің ауылына қоныстанайын дейді Шәмші. Басқаны сұрамасам да, мұның мәнісін сұрайын. Немене, қазағыңнан жередің бе? Олай емес, Хасен аға. Айналайын, қазағым болмаса, әнімде, өзімде кімге керек? Бірақ олар кей кездері өз ұлдарын өзгелерден бұрын таяқтап тастайды. Үй жайды өзім салдырсам да, қай тентектің аузына қақпақ қоясыз, өсекке сіз қаласыз, Хасен аға. Залалым тиіп кетуі мүмкін. Бектұрғанов бұл сөзге апырая деп ойланып қалады да көне кетеді. Шәмшінің дүнгендер ауылына келу тарихы осылай. Компартия туралы бір ауыз ән жазбаған Шәмші, оның бір дөкөйі Қонаевтан 3 бөлмелі пәтерді, екінші дөкөйі Бектұрғановтан қоныс жайды осылайша алды. Бірақ амал не? Бектұрғанов алдымен орнынан түсіп, сонан соң қайтыс болып кетіп, Шәмшінің Октябрь колхозындағы үй жайы бітпей қалады. Дүнгендердің ортасына құлағына тыныштық, ән жазуға жағдай іздеп келген Шәмші тағы да жалғыздықтың, жоқшылықтың ортасында қалады. Міне осы тұста жамбылдық дәрігер Амангелді Сұрағанов, совхоз директоры Шоқан, шымкенттік Ілес Қасымов бұл өмірден бас таппай жүрген Шәмшіге ақшалай қаражат беріп тұрмағанда, оның халі не болары белгісіз еді. Тас түскен жерін ауыр дегендей, орталарына қазақтың біртуар ұлы келіп қалғанын сезген дүнген жұрты оны құдайдай күтіп, бар көмектерін аяған жоқ. Олардың ықасы болмағанда, Шәмшінің тағы қайда қаңқып кетуі белгісіз еді. Соңғы 3 жылда мен осының бәрін өз көзіммен көрдім, және сол үшін марқұм боп кеткен Шәмшінің атынан шексіз алғысымды айтамын. Негізгі екі үйінің қаңқасын тұрғызғанымен, оны бітіре алмаған Шәмші солардың қасынан мықты гараж салып алады. Гараж үйі шлак бетоннан соғылған. Оны танкімен келіп қиратпасаң, анау-мынау трактордың әлі келмейді. Ортадағы бөлмеде машинасы тұрады. Он жақ қолда Шәмшінің өз бөлмесі, жатын үйі. Оған электрді өткізген, радиода орнатқан. Бір қабырғасын кітап қоятын стелла жеткен. Шәмшінің өзі пайдаланатын да, қонақтарға арналған төсек орны да осы бөлмеде. Сол жақ қолда қонақтар бөлмесі, мұнда ұзын үстел, оның екі жағы ұзын орындық,
ыдыс-аяқ, ас-ауқат сақтайтын жабдықтар да осында. Гараж бетон шлактан салғандықтан бұл бөлме қыста жылы, жазда қоңыр салқын. Бірақ ол үйде Шәмші тұрыққан кездері оның жүрегін жұбататын, шөлдеген көздері шөлін қандыратын жұмсақ алақан мен ыстық құшақ жоқ еді. Шәмші талай күн өтінде өзіне арман болған әйелдің балбыраған тамағын оттай ыстық құшағын аңсаған болар. Өз әндерінде махаббат жылауын аспанға көтерген Шәмші шын махаббатына қосыла алмай-ақ кетті. Мен бірге болған 3 жыл ішінде Шәмшімен сыйлас болған композитор, ақын, әншілерден оны іздеп тек Сыздықова Кенжегүл келіп кетті. Шәмшінің соңғы 17 жылы осылайша жалғызсыраумен, торығумен, зарығумен, Алматы жақтан бір жақсылық хабар күтумен өтті. Бірақ ол хабар келген жоқ. Ал мен Шәмші 60-қа келіп қалды ғой деп Алматыда, Шымкентте талай есікті қаққанымен, талай досына айтқанымен ешқайсының елең еткенін көре алмадым. Біраздарынан қайта сен өз жөніңді жөндеп алсайшы деген сөз естіп қалдым. Бірақ өмір тартыс қой. 60-қа келіп жалғыз қалған Шәмшінің хал жағдайын ел жұртқа жеткізу керек болды. Мен атқа қондым. Біз Шәмшінің Дүнгендер ауылындағы осы тұрағынан соңғы рет 1991 жылы қыркүйек айының 30 жұлдызында аттандық. Ол гараждан шыға бере өз үйіне тінтей қарап біраз бөгелді. Енді қайтып бұл тұрағына келмейтінін сезген секілденіп, көзіне жас алды. Қой Шәмші, қапаланбай аттан, Құдай қаласа бірер айда қайта орамыз дедім мен. Дәм татайық деді Шәмші, сөйтті де түкпірден бір дорба құрт алды, маған бір усын берді. Қалғанын қалтаңа салып ал, кей кездері ермек қыларсың деді ол. Оны күтірлетіп жеп қоятындай менде қайсы бір тіс бар дейсің. Сол құрт менің жан қалтамда ұзақ жүрді. Ореке, олай-бұлай бола кетсем әжетіме жарар деп аздап жиған ақшам бар. Ол мына машинаның бір қуысында. Сол есіңізде болсын деді ол, демеге сөйлеп. Қой Шәмші, айтпа қайдағын дедім мен оған. Күш бергім келіп, күшейе сөйлеп. Бірақ жүрек шіркін бір нәрсені сезді-ау деймін, дірете қалды. Шәмшінің соңғы тұрағынан біз осылайша аттандық. Қазір ойлап тұрсам, Шәмшінің мәңгілік көз жұмына сол сәтте 149 күн қалған екен. Сол гараждың бір бұрышында өз мекен жайын тіпті жақын достарына білдіруге де намыстанып, 17 жыл өмір сүрген қазақтың атақты композиторын есіңе ал. Сен оның дархан талатына басыңды ий. Композитор деген дардай аты болмаса, бұл дүниеден көбіне көргені рахат емес, мехнат болған қазақтың аяулы азаматына сырттай болса да сәлем бер. 90 жылы шілдеде Шәуілдірдің аудандық мәдениет үйінде сол мерейтой жиын өтіп жатқан еді. Шәмшіге залдағылардан көптеген сұрақтар түсті. Солардың біреуінде: Шәмші аға, творчестволық жолыңызда сізді ренжіткендер болды ма депті біреу. Шәмші елең етті. Мұны сұраған кім екенін білгісі кеп залға қарап еді. Белгілі біреуді көре алмады. Сонда да болса ойланып қалды. Осы бір ұзақ жолында кімдер ренжітті оны? Кімдер кедергі жасады? Мені біреу бақытты етті десем, оным өтірік. Ешкім ренжітпеді десем, оным да өтірік. Мен өз өмірімде қанша ән салсам, сонша жылаған да болуым керек. Солардың ішінен есімнен кетпейтіні Қазақ радиосын басқарған бір жігіт, сіздер ұнатып айтатын арыс жағасында мен бақыт құшағындағыны қабылдатпай, сол әндердің бағын байлағысы келгені. Соны ұмыта алмаймын деді Шәмші. Қызғаныштың құрбаны боп кетіп барамын, сол өкініш. Сұрақ қаптап кетті. Шәмші аға, сіздің әндеріңізді жас та кәрі де бәрі де ұнатады. Олардың халық жүрегіне соншалықты жақын болуының себебі неде деп ойлайсыз деді біреу. Себебі біреу ақ.
Маған жақын нәрсе халқымның жүрегі. Олар мені сондықтан түсінеді. Сұлтан Махмұд жақсылық көрсем деп өзімнен, жамандық көрсем де өзімнен деген, мен өз әнімнің мықты болуын ойландым, деді Шәмші.